Сәлем баршаға, каналыма қош келдіңіздер. Жұп-жұмсақ тәтті булочки дайындаймыз. Бұл булочкидің ерекшелігі біз сүтке емес, жылы суға илейміз қамырды. Бір стақан жылы суымызды құйып, оның үстіне қантымызды саламыз. Қанттың татымына қарай салуға болады. Одан кейін кішкене тұз қосып, сұйық май, шамамен 3 ас қасық сұйық май, одан кейін үлкен болса бір жұмыртқамызды қосып, жаңа консистенцияны жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін бұл консистенцияға ашытқы қосамыз. Бір шай қасық ашытқы жетеді. Жақсылап араластырамыз. Енді бұл консистенцияға ақырындап ұнымызды қоса бастаймыз. Ұнды бірден қоспай, кішкенеден салып отырамыз және араластырып отырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алсаңыз, өте жақсы болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, бұны қолмен илей бастаймыз. Қамырымыз қоймалжың массаға айналғаннан кейін, қолымызбен жақсылап қамырымызды иелеп аламыз. Қамырды қатты етіп емес, барынша жұмсақ қылып илейміз. Қамырымызды қолға жабыспайтын болғанша жақсылап иін қандырып илеп қоямыз. Бұл енді қамырдың ерекшелігі, ешқандай сүт қосылмаған, жылы суға иленген қамыр. Бетін жауып, 1 сағатқа, 1,5 сағатқа қойып қоямыз көтерілгенше. Мінекей қамырымыз көтерілді. Енді бөліктерге бөліп аламыз. Бұл енді булочкидің көлемін өзіңіздің қалауыңызға қарай жазсаңыз болады. Оқтаумен жақсылап дөңгелек қылып, жаңа қамырымызды өте жұқа да қылмай, қалың да қылмай, орташа етіп жайып аламыз. Қамырымыз дөңгелектеп алғаннан кейін, ортасына салмамыз саламыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай вареный, сгущенка салуға болады. Әртүрлі ірімшік, яғни творог салып та жасауға болады. Бұл булочкиді мен үйдегі вареньені қостым. Одан кейін мынау салмасын салғаннан кейін жақсылап бекітіп жабамыз қамырымызды. Одан кейін пышақпен немесе арнайы бір тілгішпен қамырымызды осылай жіңішкелеп кесіп аламыз бір шетін. Осы кесіп алған шетін ақырындап кейін орайтын боламыз. Сол кезде біздің булочкиміз өте әдемі болып шығады. Яғни ішіндегі салмасы төгілмейді, өте әдемі қалыпта көтеріліп пісіп шығады. Бұл қамырмен кез келген булочки жасауға болады. Әртүрлі формада, өзіңізге ыңғайлы, өзіңіз білетін үйреншікті формада да келтіріп жасап алсаңыз болады, өзіңізге ұнайтын қалыпта. Енді мінекей бәрін біз тізбектеп алған қамырымызды осылай бекітсек, ажырап кетпейтін болады. Сәл ай тәрізді етіп, осылай бәрін дайындап шығамыз. Барлық булочкиларды дайындап алғаннан кейін 15-20 минуттай бетін жауып қойып қойсақ, булочкилар кәдімгідей көтеріледі. Одан кейін противеньге салып, үстін әдемі жарқырап, жылтырап тұру үшін жұмыртқамызды жағамыз. Булочкиға жұмыртқаны әдемілеп жағып шығамыз. Одан кейін пешімізді алдын ала қыздырып, 180-200 градуста пісіреміз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын, өте жұмсақ, әдемі көтерілген. Кез келген дастарханға, қонақтыққа жасап дайындасаңыздар болады. Үйде балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады, ас болсын.